Что случилось? Рас естідің ба? Нашар бағалып қалдым. Ничего, менде де болған. Сөйтіп жүріп үйреніп кетесің. И жұмысын істеп едің? Әлде сен сабақта оқыған жоқсың ба? Мен ұмытып кеттім. Соңғы кезде ұмытшақ болып жүрмін. Нені ұмытасың? Сабақты ма? Бәрін, заттарымды үйде қалдырып кетемін, ақшамды қалдырып кетемін. Жазып жүрсең қайтеді? Мен мысалы, бойым өскен сайын жазып жүрем. Жазам деп те ұмытып кетемін ғой. Виртуалды көмекшіге айтып қойсаңшы. Саған тайм-менеджмент керек. Маған ештеңе керек емес. Рахмет. Сағат қанша болды? 6:30. Сейчас с работы приедут и мама, и папа. Келіп қалмасын. Бізге де үй жинау керек. Сосын азық-түлік алу керек. Кім не істейді? Біз де үй жинаймыз, алған сәрсен магазинге барып кел. Жақсы, не алу керек? Лампочка. Сары скотч. Нужна батарейка от пульта. 1 кило печенье ал. Сосын 3-2% сүт ала сал. Сосын 2 нан, 3 сарымсақ, 4 қияр ал. И еще посудомоечное средство. Сары лампочка, 3 кило скотч, 4 нан, Қияқ жуатын посудомоечное средство. Тұрында үй жинаймыз. Жоқ, ойынды бітірейікші. Не алып келгенсің? Где посудомоечное средство? Басқа лампочка болмады ма? Мұнша нанды қайтеміз? Печенье қайда? Кешіріңдер, мен тағы да бәрін ұмытып кеттіппін. Сендерге қияр ал деп едім ғой? Енді мен бәрін жазып, жоспарлап жүремін. Ой, балам.